Түлкі ве қоян. Асан Чергеев. Түлкі еві қардан, бұздан тұрушы. Қоян еві бір терекнің қуышы. Бар келді, түлкі еві мұрады, шашқанындан таббашыны тырнады. Тұтып алды түлкі қоян евчігін. Қоян ағлай, білмей, емнішлей жегін. Қоян деді, жаным қашқыр, ярдым ет. Бір түлкічік евім, етті алекет. Қоян қашқыр етеклешіп кеттілер. Тез шық түлкі бұ қобадан, деділер. Түлкі бірден яман жекірді. Қашқыр қачты, қоян тавға секірді. Не ағлайсың, деді Аюв қоянға. Кел, екіміз тез барайық қобаға. Келген бұйық Аюв деді, ей түлкі, қоян еві насыл олды сеніңкі? Аюв қорқып түлкічкінің сесінден қачып кетті, қоян түшті пешінден. Қоян кене ағламаға башлады, бойлы етіп чоқ вақытлар яшады. Бір кірпічік раст келді бұ қоянға. Деді, не үшін сен ағлайсың, айтса? Қоян айтты еп башындан келгенін, насыл евін түлкічікке бергенін. Кірпі деді, көрсет мана түлкіні, шымды барып чаңғытайым түтінні. Барғандан соң қоба шыққа кірпічік шай жекірді. Ез ярамас мындан шық. Кескін ұжылы инелернен санчарман, бұ евчікні парлап бозып ачарман. Түлкічікнің қорқудан қан тер тұшты yüzіне, шыққан бойы сапланды кірпічікнің үстіне. Қачып кетті тавларға, аяқлары бұтын қан, бойлы етіп құртылды бұ беладан шу қоян. Енді қоян евчігінде шен яшай, кірпічікні көрген сайын алғышлай.